Мақал мәтел айтайық. Кім жеңілсе мына тамақтың ақшасын сол төлесін. Айтсақ айтайық, аузын буған өгіздей болмасаңыз болды ғой. Онда кім төреші болады? Бұқа төреші болсын. Алдымен мен айтайын. Иттің үлкені боқ тартып жейді дейді ғой. Ал бастаңыз онда. Бұралқы ит боқ жегенін қоймайды дейді. Бұзылатын телефон тоқ жегенін қоймайды. 3 тиындық адамға 5 тиындық құрмет қылсаң, қалған 2 тиынды өзің сатып кетеді. Жылқысы жоқ адам есекке сенеді, жылқы жоқ адам өсекке сенеді. Көмір үйді қыздырады, ұнқат миды қыздырады. Ұнқатты дұрыс ойнасаң құнды боласың, албат ойнасаң жынды боласың дейді. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ақшасы бар адамдар түнімен қарт ойнайды. Трактормен тәңкі туыс, чөшіремен мәнті туыс дейді. Жаңбырмен жерге көрер, төбелеспен көзге көрер. Ай, сен мен айтып отырған жоқсың ба? Мотоцикл алсаң, атың семіреді, қабат үй алсаң, қатының семіреді. Аспанда чай ойны десе, әйелдер сат іздепті. Бұқа, мынау жеңілді сүйреп таста.